байланысты мәселе. Бұл неке мәселесінде жанұя болғаннан кейін оның ішіндегі ең өзекті екі адам бар. Ол жігіт, екіншісі қыз бала. Сол қыз бала жігітке ұнау керек. Аллах айтады, өздеріне ұнаған қыз балаға үйленіңдер. Тауба лакум деген мағынасы ұнаған. Демек, ұнау деген нәрсе болу керек бұл жерде. Сол болашақта екеуін жақындап ұстап тұратын нәрсе, сол ұнату деген нәрсе. Сол отбасының ішіндегі ең қажетті нәрсе ұнау, ол бар екен. Ал қалған нәрсені көз жұмып қарауға болады. Сол ұнаған қыз баламен байланысу барысында, бірақ әр адаммен ақылдаса беруге болмайды. Мамандар айтады, сен жүрегіңді тыңда деп айтқан сол. Мынау жүрек, бұл қалап тұрма, сол ұнатып тұрсың ба, болды. Сен сол үшін соңына шейін бару керек сол жолда. Өйткені сол ұнау деген нәрсе, болашақта сендердің орталарыңды ұстап тұратын нәрсе сол нәрсе болады. Ал бірақ адамдардың көз қарасы, адамдар не айтып жатыр? Анау керек емес деп айтты, не істейсің оны, басқасының қарамайсың ба деген нәрсенің бәріне бұлар бөліп кетуге болмайды. Болашақта сен ұнамайды, бірақ біреудің айтуы бойынша үйленетін болсаң, онда оның бақытты болуы екі талай.